Мұхтар Шаханов 12-ден ұшталу. Қырқасынан қыран ұшқан, сен ержеткен аймақты. Ертеде бір хан билепті, қайсар әрі қайратты. Қартайса да шапқан аттың құлағында ойнатты. Қия тартқан мақсатына иек артпай қоймапты. Өз елінің абыройын, қорғанысын, ақыл ойын қайтсем биік көтерем деп ойлапты. Бір болса да бірегейлі, хандығына түбегейлі жаңа өзгеріс енгізуге белін мықтап байлапты. Бірақ сорлы жетіп алмай тоқтамының парқына, мынадай бір заң шығарып таратыпты қалпына. Кемел ақыл қарттық шақтағана деп, жастың ісі негізінен шала деп есептелсін. Шалалықтан ел несібі шашылар, сондықтан да барлық билер қазылар, барлық әскер басылар, ісін мінсіз атқарған, сайлансын тек ақсақалды қарттардан. Жастық шақтың мерейін аттап өтіп, таптап өтіп төскөрлей, оның ұлы мүмкіндігін ескермей, тек қарттықтан бастап ел әңгімесін, лезде ұмытты жас қауым тәрбиесін. Сенімсіздік жұрт қолын байлап алды. Алаулаған жастық от қайда қалды? 25-ке келсе де өз көжесін жылап ішер жасықтар пайда болды. Өзек болар ел еді мың дастанға, енді бүгін мұңына мұң қосқан ба? Жау дабылы естілсе бой көрсетті, қор айналып қашатын жұмбастарда. Балғын гүлдің шаттығын өмір сызғып, қайдан шықты бұл мимырт көңілсіздік? Танымастай өзгертіп жіберделді, жастық шаққа жасалған сенімсіздік. Ханды тағы сайтан түртіп ойға келді мынадай. Хандығымның төрт тағандап тұру үшін құламай, қимыл керек, кендемеспіз күштенде. Тағдыр біздің даңқымызды әлде келте пішкен бе? Жоқ тоба, сол шашып көрейін, көрші жатқан өзімізден 3-4 есе кіші елге. Сөйтіп шырқау көтерейін тасең тартқан көңілді, соғыс ашып көріп еді, тас талқан болып жегілді. Мұнан асқан қорлық болмас расында, міне енді 4 уәзірі қасында, қос жанар жылай-жылай суалып, селеу шашы ызғар соққан боз жусандай қуарып, жолдас болған тәттарманы балғын бала кезінен, бірақ күнде балбұл ұшып көзінен. Өз күнәсін өзі ақтап ала алмай, теке сақал уәзірлерін атарға оқ таба алмай, тұтқында отыр хан сорды, сел тасқында қалт-құлт етіп әрең тұрған аралдай. Күндер қайда салиқалы сымбатты? Соққы болдау бұл қатты. Осы сәтте жеңген елдің ақсақалды әкімі ханға қарап тіл қатты. Дара шауып кетіп едің сен мүлде, қалай шалым, ақылыңа келдің бе? Жұмбақ айтам, егер тапсаң азатсың, таба алмасаң өлдім де. Таба алмасаң қанатыңнан сынғаның, тырысып көр ақылыңда күш болса, мынау ғана менің саған жұмбағым, не қалады 12-ден ұшталса. Үміт ойсыз отырған шал қуарып, білегінен алынғандай бұғалық, онда 9 қалады ғой деп күлді, бәйбішесі ұл тапқандай қуанып. Тапқырлық пен ақыл ой, сынға түскен ұрыста, жолың сенің тағы тартты бұрысқа, таба алмадың, деді әмірші мысқылмен, мойныңды даярлай бер қылышқа. Бір жас жігіт алға шықты. Сіздіңше ең ауыр жаза өлу ме? Ауыр жаза тірі қалып өзінің, тауысып бар төзімін, қателігін өз көзімен көруде, және оны түзетуге, қолға билік жоқтығына көнуге. Ұлы әміршім, ойланыңыз әлі де. Ерте кешпе өлім жұттың бәріне ашары хақ есігін. Өтінемін, етіңіз бір кешірім, ханымыздың қасық қанын қисаңыз, мен айтарем бұл жұмбақтың шешімін. Ал айта ғой, деді әмірші талабыңды шектемен. Балаусаға тас атқанды жек көрем, бердім ұлым тілегіңді, төлеуін қайтар алса кеудеңдегі отпенен. Иә, балаусаға тас атқан жан оңбайды, деді жігіт, жұмбағыңыз күрделі ақ. Әйтсе де оны жұмбақ деуге болмайды, заңдылық ол, заңды білмеу зор қайғы. Егер 12-ден ұшталсақ, ештеңе де қалмайды. Айлар жылдың ұланы, біздің әрбір жылымыз 12 айдан тұрады. 12 айда 3 ай көктем бар екені белгілі, көктем деген табиғаттың таңғажайып ерлігі. Ол ерліктің даңқын ешкім қағалмайды шеткері. Ал жастық шақ адамзаттың көктемі. Міне осы көктем нәрлі болмаса, әр тіршілік өз қорегін қажетінше алмаса, айрылмай ма бар мағына көріктен, онда шырын үмітіңмен қараң дүз,
Көктемде гүлдемесе алмалар мен өріктер, анау қалған 9 айда қандай жеміс күте аламыз одан біз? Қаншаны алып жегеніңмен пұшайман, бұған қарсы табу қиын күш айла. Қараңызшы 9 айдың тағдыры байлаулы тұр шайға. Оған тіпті жүрмек емес басқазаң, мұны және жұмбақ санау зор қайғы. Сондықтан да 12-ден ешқашан 3-ті алуға болмайды. Алған адам мына біздің қанымыздай сорлайды. Кім өзі бұл? Ойы қылыш сөзі мір. Хан түгесін алардай бар төзімін. Қарап еді о ғажап, атқошшысын тани кетті өзінің. Еске түсіп қайдағы мен жайдағы, қан күрсіне бас бармағын шайнады. Бітті, мен өлікпін. Қол бастайтын жігіттерді қорада ұстап келіппін. Сорлаппын-ау, қанаттыға болыппын-ау тар мекен. Әттең, қорлаппын-ау жігіттерді нарға тең. Тым кеш келген игілікті ойлардың қайғысынан артық азап бар мекен.